Аш бала тоқ баламен ойнамайды дейді. Тоқ бала ешқашанда аш боламын деп ойламайды дейді. Кеше Палестинада, Газза деген жерде аштан мұсылмандар өліп жатыр. Сол аштан өліп жатқан, қирап қалған ғимараттардың арасында жұма күні жұма намазы оқылады. Сол жұма намазына имам хұтпаға шығып, ең тарихтағы қысқа хұтпасын, қысқа уағызын айтты. Я айюханнас, я ибадалла деді. Ей адамдар, инни ла астатиу тахаддуса биссабабил жу. Мен сендерге уағыз айтуға шамам жоқ, мен ашпын деді. Ва антум ла тастатиуна самай биссабабил жу. Және де сендерді де білем, менің уағызымды тыңдауға шамаларың жоқ, сендердің қарындарың аш. Фақимис сола, тұрыңдар онда намазымызды оқиық. Ярхамуна ва ярхамукумулла. Алла мені кешірсін, Алла сендерді де кешірсін дейді. Менің дейді, аш болып тұрғанымнан мен сөйлей алмай тұрмын, сендер оны білесіңдер дейді. Алдымда сендер отсыңдар, қабырғаларың қайысып, сендер ашсыңдар, сендер менің уағызымды тыңдауға шамаларың жоқ, өлейін деп отсыңдар. Сондықтан да уақытты өткізбейік, тұрайықта намазымызды, жұмамызды өтейік те, Алланың парызын өтейік, болды дейді. Мен сендерге айтар ешқандай сөзім жоқ, қысқа нұсқа. Бірақ біз олардың уағыз тыңдауға шамалар жоқ болсын, олардың уағыз айтуға шамасы жоқ болсын, бірақ біз бүгін Меккеде отырып, оларға дұға жасауға шамамыз келеді ғой. Мұсылман, мұсылманның бауыры деді. Бір жерде бір мұсылман жыласа, әлемде миллиондаған мұсылмандар көз жасын төгу керек негіз. Мен кеше сіздерге жолда айттым ғой. Мұсылмандардың проблемасын жүректегі тәубегершіліктен көзден аққан жас шешет дедім. Бұл өмірдегі қиындықты көздің жасы шешет. Жүректің Аллаға деген шынайы тәубесі шешет, өкініші шешет. Сен бір өкініш көз жасыңды төксең, Алла тағала сенің өміріңді реттеп түзетіп қояды. Қандай қиындық келсе де естеріңізде болсын, қиындықтың өлшеулі соңы бар. Ол бір күні болмасын, бір күні бітеді. Мәңгілік ешқашан адам қиындықпен ғана сыналмайды. Өйткені ақ бар сияқты, қарада бар, ыстық бар сияқты, суықта бар, жамандық бар сияқты, жақсылықта бар, қайғы бар сияқты, қуанышта бар, қиындық бар сияқты, жеңілдікте бар. Бәрі алма кезек. Бұл өмір сондай. Бұны суннату дүния дейді. Дүниенің өмірдегі бұл қағидасы сондай. Әлемге келген әрбір адам бұл қиындық сәттерден, міндетті түрде қолайсыздық сәттерден, тұрақсыздық сәттерден өту керек және өтеді де. Бірде бір адам баласы тұрақсыздықтан, қолайсыздықтан, қайғы қасіреттен, қиындықтан аман қалып көрмеген. Бірақ қандай қиындық болмасын, оның өзінің өлшеулі соңы болады. Соны пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам иннан насра маас сабри, расында жеңіс сабырдан кейін келеді. Ва иннал фараджа маал карби, қайғы қасірет көз жастан кейін бір қуаныш сәттері орнайды. Ва инна маал усри юсра, қиындықтан кейін міндетті түрде жеңілдік келетін ұмытпаңдар дейді. Сол сияқты Алла тағала бұл әлемді жаратты, бұл әлемнің әрбір түйір жаратылысын өзі бағып, қағып отыр. Таңертең ұясынан ұшып кеткен құс қайтадан ұясына балаларына азық алып келіп, өзі де қарнын тойдырып келеді. Теңіздегі флора, фауналар сол теңіздің ішінде сол сегментті жүріп ақ, қарындарын тойдырып, өздерінің ризық несібелерін тауып жатыр. Жер бетіндегі ең кішкентай жаратылыстардың бірі құмырсқаның өзі де тыпырлап жүріп өзінің тіршілік азығын тауып жүр. Еш қайсысында ақыл жоқ. Барлығы хайуанат әлемі, нәпсани әлемі. Бірақ бізге Алла тағала ақыл деген ең үлкен байлықты, ешкімге бермеген байлықты беріп қойды. Біз кедей болып қаламыз ба, дүниеден қор болып қаламыз ба деп
қорқып жүрміз да. Мыналар неге қорқпайды? Біз неге қорқып жүрміз? Қай жерде кетіп жатыр кемшілік? Құмырсқалардан кемшілік кетіп жатыр ма? Әлде құстардан кемшілік кетіп жатыр ма? Әлде флора фауналарда бір нәрсе дұрыс емес па? Сенде бір нәрсе дұрыс емес. Сенде. Сен өзің ұмытып кеттің. Ризықтың иесін ұмытып кеттің сен. Сен өзің деп ойлап қалдың. Мен деп ойлап қалдың да. Адам ғапыл ғой. Дүние дер менікі. Менікі деп жүргеннің бәрі оныкі. Тән қалып, малда қалып, жан кеткенде, сонда ойла болады не сенікі дейді. Адамның жаны кеткеннен кейін, мал, тән қалады, жан кетеді. Жан кеткенде кім не алып кетеді? Ешкім ештеңе алып кете алмайды. Қиындық артқан сайын, адамның сауабы да еселенеді. Сондықтан кешегі қиындыққа қиындық дей көрмеңіздер. Ол қиындыққа сіз сауабыңызды кеше алып қойдыңыз, Құдай қаласа. Бірақ сауабыңызды мына тіліңіздің ағаттығымен жойып алмаңыз дегісі келіп жатыр. Ой, қиын болды. Ой, әйтеуір істедік қой. Өттік қой әйтеуір. Мыналар жүргеннен кейін жүрдік қой. Балалар жібергеннен бардық қой. Жоқ. Ниетіңді түзет. Мұсылман адамның амалынан қарағанда пейілі артығырақ болады екен. Өйткені мұсылман амал жасамаса да пейіл үшін сауап алып кететін кездері болады екен. Садақа берем дедің, бере алмай қалдың, бірақ Алла садақа берді деп сауап жазып қояды. Намаз оқимын дедің, оқи алмадың. Алла намаз оқыт деп жазып қояды екен. Ораза ұстаймын дедің, ұстай алмадың. Алла тағала ораза ұстат деп жазып қояды екен. Ниетке қарай. Бір адам жасайым деп жасай алмаса, бір сауап жазамыз дейді. Жасайым деп жасаса, 10 сауаптан 700 есеге дейін еселейміз дейді. Бір адам бір күнә жасайым деп жасамаса дейді, оған бір сауап жазып қоямыз дейді, жасамаған үшін. Бір адам бір күнә жасайым деп жасаса, оны 10-нан 700-ге еселеуге біздің мейіріміміз жібермейді. Біз оған бір ғана күнә жазып қоямыз дейді. Және де бір күнә жазғаннан кейін біз күте тұрамыз дейді. Ол кешірім сұраса, ананы бірді 0-ге қайтадан орнына келтіре саламыз дейді. Бұл Алланың мейірбаны. Алланың мейірімі да, құрметті ағайындар. Сондықтан Алла бізді мейірімнен айырмасын. Мына жер Алланың мейірімі түсіп тұрған жер негіз. Қазір ойлаймын, енді Алла бізге риза шығар, мына отырыстың өзі керемет қой мысалға. Яс ибн Муауия аль-Музани үйінде отырса бір шәкірті келеді. Ұстаз, бәленше деген бай кісіде дүнияуи қажеттігім бар. Маған бермеуі мүмкін, сіз үлкен ұлағатты ұстазсыз ғой, абыройыңыз бар. Менімен бірге жүріңізші, сұрап беріңізші, қақпасын қағайықшы бірге деген ғой. Сол кезде айтыпты, бауырым, мен ашық тұрған есікті тастап, жабық тұрған есікті қақпаймын депті. Жүр 2 ракағат намаз оқып алайық, Алланың берекет қазына есіктері ашық қой. Ең бірінші сол Раббымыздан қазыналардың иесі болған, патшалардың патшасы болған байлықтың иесінен сұрап алайық. Одан кейін барып, жаңағы кісіге барып сұрайық. Өткені жүректердің әміршісі Алла ғой. Кімнің жүрегіне саған деген ықылас салып қойса, ол кісі жүрегі ашылып саған сұрағаңды берер. Бірақ егерде Алла оның жүрегін жауып қойса, сен қанша жерден жағайымпаздансаң да, ол саған бермеймін десе бермей қояды дейді. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да бұл өмірдің мәселесін жалғыз ғана Алла шешеді. Бұл әлемді Алла жалғыз өзі басқарып тұр. Басқаруында ешқандай көмекшіге ол мұқтаж емес. Ешқандай періштелер, ешқандай адамдар, әулиелер Алланың бұл әлемді басқарып тұруына ешқандай көмек бермейді деп бере алмайды да.